Менің есімім Жүркабаева Эльмира Алматовна. 1990 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келдім. Талсуат ауылдық округінің 178 мектебін 2007 жылы аяқтаған болатынмын. Алланың қалауымен 2008 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің физика-математика факультетінің студенті атандым. Мектеп жасынан қоғамдық жұмыстарға белсене араласқанды жаным сүйетін болғандықтан, университет қабырғасында жүріп те осындай жұмыстарға белсене қатысып, оның ішінде өзімнің мамандығыма жақын келетін ұлағат ұландары қоғамдық бірлестігінің мүшесі атандым. Солайынан бірінші курстан бастап 2009 жылы ең алғаш педагогикалық білімімді практика жүзінде бастадым десем де болады. Ол кезде Қазалы аудандық шағала лагерінде жұмыс жасап, еңбек өтілім сол уақытта басталған болатын. Ең бірінші маған ең мықты деген лагерде және де ең қиын деген балалармен жұмыс жасауыма тура келді. Бір жағынан сол сәтте маған қорқыныш ұялатқанмен, алайда ол маған өмірлік үлкен сабақ болды. Ол жерде мен Макаренко балалар үйінің балаларымен жұмыс жасап бастадым. Солай 3 курс бойына жазғы лагерлерде жұмыс жасап, педагогикалық тәлімгерлік қызметімді атқара бастадым. Солайынан 2012 жылы дипломымды алып, 2013 жылы тұрмыс құрдым. Алайда ол кезде мен бірінші дипломмен жұмыс жасаған жоқпын. Қызылорда қаласында Каспий банк бөлімшесінде менеджерлік қызметін атқардым. Алайда қазіргі заманның талабына сай барлық жерлер онлайнға, яғни цифрлық форматқа ауыса келе, бізде бөлімшелер жабылып, қысқартулар белең алды. Және де мен тұрмыста болғандықтан, ол сәтте үйде бала күтіміне байланысты отыруыма тура келді. Алайда қазір отбасымда жолдасым және де 4 балам бар. Балаларым алды мектепке барып, кейінгі кішкентай балаларым балабақшада оқып жатыр. Солайынан ендігі кезекте өз мамандығыммен жұмыс жасауға бел буып, квал тесті тапсырып, осындай конкурстарға қатысуға шешім қабылдап тұрған жайым бар. Өмірлік ұстанымым: адамға пайда тигізбесең де, ең құрығанда зияныңды тигізбе. Педагогикалық ұстанымым: біз білім мен ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен басталады. Тұңғыш президентіміз бір сөзбен-ақ білім ордасының маңызын көрсетіп өтті. Осы мамандықты игере отырып, алдыма мынадай мақсат қойдым. Өз ісімнің шебері, ең мықты маманы болу, көздеген нәтижеге жету, мамандығымның ең биік шыңын бағындыру. Осы мақсатқа жету жолында алдыма 5 ұстанымды негіз етіп алдым. Мұғалім өз ісіне деген сүйіспеншілікті оқушыға деген сүйіспеншілікпен ұштастыра алғанда ғана шын мәнінде мұғалім болмақ. Мұғалім өз ісін сүю және балаларды жақсы көру ең маңызды іс болып табылады. Сөз үйретпейді, әрекет үйретеді. Оқушыға тек білім ғана беріп қоймай, ісіммен, сөзіммен, жүріс-тұрысыммен, мінезіммен, тіпті киген киіміммен де тәлім-тәрбие беремін. Мұғалімге сөз өз ойын сапырылыстырып айту үшін емес, басқаның ойына қозғау салу үшін беріледі. Оқушыға білгенімді дөп етіп айтып жеткізе салмастан, оның ойына қозғау сала отырып білім беремін. Мұғалімнің ұдайы жақсы оқитын балаларға ғана сүйсініп, соларды ғана оқытуы дұрыс емес. Оқушылардың барлығын теңдей көруіміз қажет. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалана білу, яғни заман ағыммен ілесе отырып балаларды сол технологияны пайдалануға үйрету және қолдану.